Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, қоңырауды басып, қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен осындай жұп-жұмсақ, дәмді, үлпілдек, әрі жасалу жолы өте оңай булочкалар әзірлейміз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Ал ендеше бастайық. Алдымен 2 жұмыртқа мен 100 грамм қантымызды жақсылап аппақ болып көпіргенше миксерлеп аламыз. Бұл өте маңызды. Енді ертілген сары майымызды, қаймағымызды, бір ас қасық дрожжымызды қосамыз және 200 грамм сүтімізді қосамыз. Барлық ингредиенттер бөлме температурасында болуы қажет. Тағы да бір рет араластырып шығамыз. Сосын електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Ұнның бірінші 600 граммын қосыңыздар, себебі бізге сол жеткілікті болуы мүмкін. Ол жұмыртқаның көлеміне байланысты. Және мейізді осылай қамырдың ішіне қосып жіберсеңіздер болады. Көргенде-ақ менің қамырым әлі жұмсақ болып тұр, сондықтан қалған 30 граммын қосып жібердім. Енді жақсылап ұзағынан илейміз. Қамырымыз иленіп болды, қамыр жұмсақ, дегенмен қолға жабыспайтын қамыр болады. Сіздерде де осындай қамыр болу қажет. Егер қолға жабысып жатса, тағы да ұзағырақ илеңіздер. Енді қамырымызды ыдыстан алып, бір зуалалап жібереміз де, қайта ыдысымызға салып, бетін жауып, жылы жерге жарты сағат 40 минутқа қалдырамыз. Жарты сағат 40 минутта қамырымыз осылайша көтеріледі. Ыдыстан алып, тағы да бір илеп зуалалап аламыз. Көргенде қамыр қолға жабыспайды, өте эластичный, өте әдемі қамыр. Енді жұқалап жайып шығуымыз қажет. Ол үшін азғантай ғана ұн сепсеңіздер жеткілікті болады. Осылайша қамырымызды жұқа етіп жайып шығамыз. Енді жұқа жайылған қамырымыздың ішіне бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды жағып шығамыз. Және кішкене қант себеміз. Сосын жолақтарға осылайша бөліп, орап, формасын келтіреміз. Осы қамырдан басқа да неше түрлі формасына келтіріп, булочкалар жасай беруге болады. Барлық қамырымызды булочканың формасына келтіріп болғасын, бетін жауып, тағы да 20 минутқа қалдырамыз. Булочкаларымыз тағы да кішкене көтерілу қажет. 20 минутта көргенде-ақ булочкалар көтерілді. Енді үстіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Кішкене қант сеуіп шықсаңыздар болады. Енді булочкаларымыз 180 градус қызып тұрған пеште 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Осындай үлпілдек өте дәмді булочкалар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт сіздердің көңілдеріңізден шықты деген үміттемін. Және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Рахатай, баршаңызға алдын ала рахмет.